Барлықтарыңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте қарапайым, ерекше, әдемі білезік жасайтын боламыз. Яғни біз сіздермен екі білезік жасаймыз. Өйткені екі білезігіміздің екеуі де өте қарапайым, өте оңай жолмен жасалады. Ең алдымен бізге керек болады мінекей, алдарыңызда тұр соединительный колечко, карабин. Бірінші білезігімізді осындай ақ бусиннен 2 мм және осындай беконустан жасайтын боламыз. Ендеше кетіп бастаймыз. Ең алдымен міне соединительный колечкомызды аламыз. Осы соединительный колечкомызге екі мінекей бусинімізді салатын боламыз. Мінекей екі бусинді салдым. Және оны осылай жабамыз. Мінекей, бізде осындай болып шықты. Осылай бәрін жасап аламыз. Мінекей, қайтып. Ең алғашқысына мінекей бірінші бір бусин, ақ бусин. Және карабинімді салып жіберемін. Мінекей, карабин. Карабин, және қайтып ақ бусинді саламын. Және оны жабатын боламын. Өте қарапайым болғанымен, қолда өте әдемі, нәзік тұрады. Мінекей жасап алдық. Енді осының араларын біз қалай бекітеміз? Яғни ол үшін бізге пена керек болады. Мінекей, осыған мінекей беконусымызды саламыз. Әрбір салғанымыздың бәрі орталары бірдей болу үшін, екеуі тепе-тең болу үшін, яғни сызғышымызбен өлшеп алсақ болады. Міне, былай ұстаймыз. Мінекей, осы жерден қиямыз, яғни 1 мм, мына осы жерден қиятын боламыз. Кусачкамызбен қиямыз. Мінекей, қиып алдым. Енді осыны дөңгелетіп қайырамыз. Мінекей, бізде осындай болып шығады. Енді осыны біз бекітетін боламыз. Яғни мінекей, екі моншақты екі жағына жіберіп, мінекей, бізде осылай болып шығады. Келесінде сөйтеміз. Келесі жағын ашамыз. Мінекей, бізде шығып жатыр. Мінекей, пенімізға міне беконусымызды кигіздік. Жаңағыдай өлшеп аламыз линейкамызбен. Мінекей, мына жерден, осы жерден қиятын боламыз кусачкамызбен. Мінекей, бізде шықты. Осыны жаңағыдай кигіземіз қайтадан. Мінекей, кигізіп алдым. Оңай деп ойлаймын. Дәл осылай өздеріңіз жалғастыра береміз, жалғастыра бересіздер. Бағанағыдай соединительный колечкомызге екі бусинімізді, ақ бусинді кигіземіз. Ешқандай да қиындығы жоқ, оп-оңай. Мінекей, осыған бағанағы жасағанымызды, яғни беконусқа істеген пенімізға кигіземіз. Мінекей, бізде дәл осындай болып шығу керек. Өз беттеріңізше ары қарай жасап шығыңыздар. Мінекей, мен бәрін жасап болдым. Менде дәл осындай білезік шықты. Соңғысына дәл осылай үшеуден осылай қойып шықсаңыздар болады, әдемілік үшін. Мінекей, бізде осындай әдемі, нәзік, жұқа, яғни тонкий білезік бізде пайда болды. Мінекей, өте әдемі. Қазір қолға тағып көрсетемін. Мінекей, білекте осындай әдемі болып тұрады. Өте әдемі, өте нәзік қолда. Мінекей. Сіздерге видео ұнады деп ойлаймын. Ендеше кеттік, екінші білезігімізді жасайтын боламыз. Біздің екінші білезігімізге, яғни осындай түсте бізде капля түрде осындай беконус керек болады, және пенаемыз керек болады, және соединительный колечкомен және карабин керек болады. Яғни не істейміз? Ең алдымен мінекей пенімізға дәл осындай ешқандай қиындығы жоқ кигізіп, артын қиып тастаймыз. Мінекей, енді осыны біз дөңгелекше қыламыз. Мінекей, дәл осылай өзіміздің яғни білегімізге қарай осылай жасап шығамыз. Бұл білезікте қолда өте нәзік, өте әдемі тұрады. Жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Яғни осылай жасап шығасыздар. Енді осыны біз бір-біріне яғни кигізетін боламыз.
мінекей. Мінекей, осы бір-біріне кигіземіз. Ешқандай да қиындығы жоқ. Қолыңызда осы материалдар, осы жасайтын керекті заттарыңыз қолыңызда болса болды. Мінекей. Яғни біз карабинді соединительный колечко емес, осы яғни пинымызға осыған кигізе саламыз. Бұл білезікке тіпті соединительный колечконы қолданбай ақ қойсаңыздар да мысалы болады. Мінекей. Бір басын жасап алдық. Енді әрі қарай осылай жасап шығамыз. Яғни өзіміздің білегімізге қарай осылай жасай береміз. Мінекей, екінші білезіңді де мен аяқтап тастадым. Ешқандай қиындығы жоқ. Көріп тұрғандарыңыздай өте оп-оңай, өте қарапайым, бірақ өте әдемі тұрады. Мінекей, бүгін бізде осындай екі білезік жасадық сіздермен бірге. Бұны да қолыма тағып көрсетейін. Мінекей, қолда өте әдемі, жинақы. Яғни бізде осындай тонкий, яғни жұқа, жіңішке, яғни білезік бізде пайда болды. Мінекей. Былай жанына қаратып қоясыздар ма өздеріңіздің еркілеріңіз. Өте әдемі. Сіздерге білезік ұнады деген ойдамын. Мінекей, бізде осындай екі өте қарапайым оңай білезік жасалып шықты. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Өздеріңіз көргендей өте қарапайым, ешқандай да қиындығы жоқ. Бұны тіпті жаңа енді бастап келе жатқан қолөнерші де өзінің қолынан бұндай білезік жасап, өзіне яғни осындай білезік жасап алса болады, жасай алады. Сіздерге білезік ұнады деген ойдамын. Каналға жазыла кетіңіздер. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, білезік ұнаған болса, өз ой пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Сіздерге көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.